Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі біз көлік жүйесіне кіріспе модулінің көлік жүйесінің негізгі терминдері мен ұғымдары тақырыбына қарастырамыз. Бұл дәрісте біз көлік жүйесінің іргелі ұғымдары мен терминдеріне тоқталамыз. Оларды дұрыс түсініп, нақты қолдана білу, болашақта көлік жүйелерін жобалау, басқару немесе талдау кезінде үлкен артықшылықтарды береді. Яғни, бүгінгі мақсат тек есте сақтау емес, түсініп, өз бетімен сипаттай білу. Бүгінгі дәрісте біз көлік жүйесінің не екенін анықтап, оның негізгі құрамдас бөліктерін қарастырамыз. Алдымен көлік жүйесінің ұғымына тоқталамыз. Содан кейін көліктің негізгі түрлерін ажыратуды үйренеміз. Бұдан кейін көлік инфрақұрылымының рөліне шолу жасап, соңында көлік процесінің негізгі параметрлерін таңдаймыз. Көлік жүйесі бұл жай ғана көлік құралдары емес, бұл үлкен күрделі механизм. Ол түрлі көлік түрлерінің өзара әрекетін, олардың қозғалыс маршруттарының инфрақұрылымы мен диспетчерлік басқару жүйелерін қамтиды. Яғни көлік жүйесі жүктер мен адамдарды белгіленген орындарға қауіпсіз әрі тиімді жеткізуді ұйымдастырылатын үйлесімді құрылым. Енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз көлік жүйесіне кіріспе модулінің көлік жүйесінің негізгі терминдері мен ұғымдары тақырыбына жан-жақты қарастырдық. Ең алдымен көлік жүйесінің құрылымы мен маңызын түсіндік. Бұл әртүрлі көлік түрлерінің инфрақұрылымының және басқару жүйесінің үйлесімді кешенді екенін анықтадық. Содан кейін көліктің 5 негізгі түріне автомобиль, теміржол, су, әуе және құбыр көліктеріне жеке-жеке тоқталып, олардың ерекшеліктері, қолдану салаларын қарастырдық. Бұдан бөлек көлік инфрақұрылымының элементтерімен таныстық. Жолдар, порттар, қоймалар және техникалық құрылымдардың көлік жүйесінің тұрақты жұмысында қандай рөл атқаратынын қарастырдық. Дәріс соңында көлік жүйелерінің тиімділігін сипаттайтын негізгі параметрлерге өткізу қабілеті, жүк, тасымалдау көлемі, маршруттау және жүк айналымы сияқты ұғымдарға назар аудардық. Сонымен дәрісімізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше.